Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Орео торттың және оның декорымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамына керекті заттарды дайындап аламыз. Жұмыртқа, какао, қопсытқыш, сұйық май, қант, сүт және ұн. Ең алдымен жұмыртқамызды ақуызы мен сарысын бөлек ажыратып аламыз. Және де миксердің көмегімен орта жылдамдықта ағарғанша ағартып аламыз. Кішкене қант қосып араластырып аламыз. Осы қанттың жартысын сарысына қосатын боламыз. Міне ағарды, дәл осылай ағару керек, және сарысына қалған қантымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз сүтімізді дайындап алдық. Сол сүтімізді де осы сары уызымызға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған сұйық майымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді біздің какаомызды електен өткізіп қосатын боламыз. Енді қопсытқышымызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді біз алдын ала електен өткізілген ұнды дайындап алдым, соны қосатын боламыз, қамыр жасап аламыз. Және оны араластырып болғаннан кейін жай әшейін қолдың көмегімен ақуызымызды қосып, бисквитімізді жасап аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Дәл осылай болып шығуы керек. 180 градуста пергамент қағазға орналастырып, 180 градуста пеште пісіріп аламыз. Дәл осы видеодағындай жасасаңыздар болады. Енді кремін дайындаймыз. Кремне творожный сыр және сахарный пудраны жақсылап араластырып аламыз. Және сливки 33% сливкемізді қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Орео печеньемізді бөлшекке бөліп, оны да қосып араластырып алдық. Міне креміміз дайын. Енді корждарымыздың үстіне кремдерімізді қаптап, корждарымызды жинастыратын боламыз. Ішіне орео печеньесін бөлшектерге бөліп қостым. Дәл осы видеода көрсетілген. Енді сырттарын бәрін жақсылап крем жағып аламыз. Енді сырты біз тоңазытқышта тортымызды 7-8 немесе 1 тәулікке қойып қоюымыз керек. Міне тоңазытқыштан шығардық. Енді сыртын қаптайтын боламыз. Дәл осы видеодағындай қаптасаңыздар болады. Жандарын текістеп қаптауымыз керек. Жоғарғы бөлігіне шығып қалған кремдерімізді де осылай етіп видеодағындай қаптап аламыз. Енді біз сары түсті кондоринді этил спиртіне қосып, дәл осылай сеуіп шығуымызға болады. Декоры өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Және де осындай сахарный бумаганы алып, осы тортымыздың бетіне орналастыратын боламыз. Оның жылтыр әдемі көрінуі үшін біз кондитерлік магазинде арнайы клей бар, осы сахарный пудраға сұрасаңыздар береді, сол клейді жағатын боламыз. Және де жан жақтарын креммен гүлдеп қаптадым. Сіздерді видео ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Әр апта сайын видеолар шығып отырады. Сіздермен болған Жан сұлу.